Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін осындай орысша айтқанда слезы ангелы, қазақша періштенің көз жасы пирогын пісіретін боламыз. Өте дәмді, әрі өте нәзік, әдемі болып піседі. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оған қантымызды қосып, көпіргенше миксерлейміз. 2-3 минуттай миксерлейміз. Одан кейін ертілген сары майымызды құйып, қайтадан біркелкі араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, електен 2 бөлікке бөліп өткіземіз. Енді қамырымыз осылай қоюланған кезде мен қолыммен илеймін, миксерден алып, және қолымызды кішкене майлап жібереміз. Қамырымызды кішкене 15 минутқа холодильникке қойып, енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбемен құрғақ және 3 жұмыртқаның ақуызымен қантын арылып миксерлейсіздер. 15 минуттан кейін холодильниктен қамырымызды алып, осылай табамызға жаямыз. Дайын салмамызды салып, бетін біркелкі тегістейміз. Енді отымызға 180 градуста 30 минут пісіретін боламыз. Пирогымыздың пісуіне 10 минут қалған кезде осылай ақуызымызды алып, миксерлеп, қантымызды салып, көпіргенше, әппақ болып көпіргенше 7-8 минуттай миксерлейміз. Міне отымыздан ысылай алып, жан-жағы осылай кішкене қызарған уақытта уже алып, жаңа ақуызымызды бетіне саламыз. Және осылай қасықпен әсемдейсіздер, бетін кішкентай қасықпен әдемілесеңіздер, өте әдемі болып шығады. Қайтадан 180 градус отымызға 5 минут немесе 7 минутқа қайтадан беттері қызарғанша пісіруге қоямыз. Міне достар, бізде дайын болып осылай пісті. Осындай беті қызару керек. Және осыны ысылай бетін таза ыдыспен 15 минутқа жауып қоямыз. Сонда бізде осындай тамшылар пайда болады. Өте әдемі, нәзік, осындай керемет болып шығады. Және біз оны ысылай кеспейміз, міндетті түрде суытып кесеміз. Міне, өте жұмсақ болып кесіліп жатыр. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Достар, сіздерге пайдалы ақпарат болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.